Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз бірге жаңа әрі қызықты нәрселерді үйренеміз. Маңызды тақырыптарды талқылаймыз және алған білімімізді практикада қолданамыз. Қызығушылықтарыңызды қосып, шығармашылық көңіл-күйге дайын болыңыздар. Бүгінгі сабақта біз екі қызықты тақырыпты қарастырамыз. Бірінші тақырып қазақ жазушысы Дүкенбай Досжанның «Төрт патшаны көрген кейуана» шығармасы. Біз хикаяттың мазмұнымен танысамыз, шығарманың негізгі идеясын талқылаймыз және басты кейіпкердің өмірлік тәжірибесі мен даналығы туралы әңгімелесеміз. Екінші тақырып жаңа Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық келешегі. Біз шағын пікір алмасу өткізіп, еліміздің дамуы, әлеуметтік және экономикалық өзгерістер туралы, сондай-ақ Қазақстанның болашағы қандай болуы мүмкін екені жайлы сөйлесеміз. Сабақтың мақсаты: оқушыларды хикаяттың мазмұнымен таныстыру. Дүкенбай Досжан «Төрт патшаны көрген кейуана» шығарманың негізгі идеясы мен адамгершілігін анықтаймыз. Сипатын талдау және басты кейіпкерлердің өмірлік тәжірибесін қарастырамыз. Әлеуметтік-экономикалық болашақты талқылау, жаңа Қазақстан шағын пікірталас арқылы орындаймыз. Практикалық тапсырмаларды орындау және білдіру, оның пікірі жазбаша немесе ауызша айтамыз. Шығарманы түсіну үшін оны кім жазғанын білу қажет. Дүкенбай Досжан қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы, тарихи және психологиялық прозаның шебері. Оның басты ерекшелігі үлкен тарихи оқиғаларды мектептегі құрғақ даталар арқылы емес, қарапайым адамдардың тағдыры арқылы көрсете білуінде. Оның шығармаларын оқығанда біз тарихты ішінен, халықтың эмоциясы мен сезімдері арқылы көреміз. Бұл повесть туралы негізгі ойы: өздеріңізді елестеттіңіздер. Бір адам патшалық дәуірде дүниеге келген, революцияны, сұм жылдардағы аштықты, жұт, ұлы отан соғысын көрген және бейбіт заманда өмір сүрген. Шығармадағы басты кейіпкері дәуірді бейнелейтін әйел. Сюжеттік желісі: әңгіме ортасында 100 жылдан асқан терең қар тәжи тұр. Оның өмірі өткен мен қазіргі арасындағы тірі көпір. Оның естеліктері арқылы 4 дәуірдің, 4 патшаның бейнелері өтеді. Бұл тек билеушілердің ауысуы ғана емес, өмір салтының түбегейлі өзгеруі. Көшпелі тұрмыстан қанды репрессиялар мен соғыстар арқылы қазіргі заманға өркениетке дейін трагедия. Ол күйеуі, балалары, жақындарын жоғалтады. Ол әдеттегі әлемнің қалай бұзылып жатқанын, дала қанға боялып жатқанын, аштық келгенін көреді. Бірақ ол сынбайды. Бұл данагөй әжесінің образы арқылы автор көрсетеді. Халықтың төзімділігі, қанша билеушілер, патшалар ауысса да, қандай саяси дауылдар болмасын, қарапайым адам өмір сүре береді. Балаларын өсіреді, адамгершілік пен дәстүрді сақтайды. Әйел тағдырының ауырлығы, сол заманда әйелдердің иығына шексіз сынақтар түседі де, дәл олар отбасы мен ұлттық тірегі болады. Тарихи естелік: біздегі мәдениетте қарттар, тірі архивтер, мұндай адамдардың кетуі, бүтін бір дәуірдің кетуі. Төрт патша кімдер? Атауда күшті метафора жасырылған. Төрт патша міндетті түрде нақты тарихи тұлғалар емес. Дегенмен тарихшылар оларды Николай II, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев және қазіргі замандағы жетекшілермен байланыстыра алады. Бұл тағдыларды өзгертетін 4 мүлдем әртүрлі дәуірдің метафорасы. Бірінші патшалық отаршылдық дәуірі. Кейіпкер жас болған, ескі далалық заңдар бойынша өмір сүрген заман. Бірақ сол уақытта халықты басы қысым сезген. Екінші, үлкен соққылар дәуірі. Ерте КСРО революция, молдаларды конфискациялау, сұм ашаршылық, репрессиялар. Бұл дәуір халықтың әдеттегі өмір салтын алып, кейіпкерлерден ең жақын адамдардың тартып алған. Үшінші, соғыс және соғыстан кейінгі кезең. Ұлы отан соғысы. Ол ұлдарын алып кеткен және әйелдердің 10 адамның орнына жұмыс істеуге мәжбүр болған қиын қалпына келтіру жылдары. Жаңа заман. Кейіпкер терең қартайған шақта жеткен дәуір.
Барлығы түсінді ме? Жақсы, енді біздің тапсырмаға көшейік. Әңгімедегі 4 патша нені білдіреді? Ол революция дәуірінде қандай қиындықтарға тап болды? Басты кейіпкер дүниеге келген дәуір қалай аталады? Екінші бөлім әлеуметтік экономикалық болжам. Болашақ. Жаңа Қазақстанның әлеуметтік экономикалық келешегі. Енді біз бүгінгі күнге көшеміз. Егер Кейуана ірге тасын сақтап қалса, біз қазір оған не салып жатырмыз? Жаңа Қазақстан тұжырымдамасын пікір алмасу призмасы арқылы талдап көрейік. Мұндағы болашақтың 3 столб. Бірінші, әділеттілік. Экономика әрбір азаматқа қызмет етуі тиіс. Бұл ресурстар азаяттарға игілік жүйесінен барлығына тең мүмкіндік жүйесіне көшу. Екіншісі, адами капитал. Сіздің біліміңіз жаңа бұнай, болашақ Қазақстанда байланыстар емес біліктілік бағаланады. Бұл инклюзивті білім беру және заманауи медицина. Және үшінші, технологиялық серпін. Біз сандық технологияларды, Digital Қазақстан IT саласын және жасыл экономиканы дамытуды айтамыз. Біз тек шикізатты сатуды тоқтатып, интеллектуалды өнім жасауды бастауымыз керек. Келесі ережелерді қарастырайық және есте сақтайық. Септік жалғау – бұл істің аяқталуы, олар сөзін сөйлемде қандай рөл атқаратынын көрсетеді. Тақырып, толықтыру, бағыт және тағы басқа. Ал балалар, назарларыңызды жинайық та тапсырмаға көшейік. Бүгін сабақта біз Дүкенбай Досжан 4 патшаны көрген Кейуана шығармасымен танысып, оның негізгі идеясын талқыладық. Жаңа Қазақстанның әлеуметтік экономикалық болашағы талқыланды және септік жалғауларға практикалық тапсырманы орындады. Назарларыңызға рахмет. Бүгін біз маңызды тақырыпты қарастырдық және бұл материал сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деп сенемін. Оқып білгендеріңізді қайталауды және практикалық тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Бұл алған білімдеріңізді жақсырақ бекітуге көмектеседі. Келесі сабақтарда қайта кездескенше.